Қазақстанда 1 наурыздан бастап 9-20-25 деген ипотекалық бағдарлама басталайын деп жатыр. Негізгі шарттарын айтайын. Бұл бағдарлама 35 жасқа дейінгі азаматтарға арналған, жылдық ставкасы 9%, 20% алғашқы жарна. Қарызды 25 жылға аласыз. Бұндай шарттармен 18 миллион теңге беріледі. Үйді бірінші және екінші нарықтан алсаңыз болады. Енді қараңыз, 18 миллионның алғашқы 20%-ы 3 миллион 200 мың теңге. Елде орташа жалақы 300 мың теңге ғой. Сонда егер әлгі азамат пәтер жалдап тұрса, 150 мың теңгесі пәтер ақысына кетеді, 100 мың теңгесі тамағына жұмсалады. Қалған 50 мыңды жырып, қысып жинағанның өзінде жылына 600 мың теңге жинайды. Енді осындай қарқынмен ол анау 3 миллион 200 мыңды шамамен 5 жылда жинайды. Ал әлгі бағдарлама осындай уақыт бойы жұмыс істеп тұратынына кім кепіл? Сондықтан мәжіліс мен Наурыз Сайлаубай жастарға қойылатын талапты жеңілдету керек дейді. Жастар санатына келсек, оларға 5% алғашқы жарнамен және 5% ставкамен ортақ бағдарлама керек. Әр өңірге әртүрлі атаумен бағдарламалар ойластыра бергенше бір ортақ бағдарлама жасалса игі. Ешкімді бөліп жармай, өз қаласында кем дегенде бір жыл жұмыс істелген өтілімі бар 35 жасқа дейінгі жастардың барлығына қатыстырған жөн. Ал прописка сұрау талабын алып тастау қажет. Себебі баспанасы жоқ жастар кімнің үйіне тіркеледі. Ал 7-20-25 бағдарламасы өздеріңіз білесіздер, 2,5 минутта жабылып қалып жатыр. Бұл уақытта ең тез дейтін қоян да шаруасын бітіріп үлгермейді ғой. Қысқасы, бағдарламаға жыл сайын 100 миллиард теңге бөлінеді. Бұл дегеніңіз ай сайын 8,3 миллиард теңге. Яғни бір банк 70 адамға ғана ипотека береді деген сөз. Депутаттар халыққа тиімді ипотекалық бағдарлама сұрап жатыр үкіметтен. Ал оны еститін билік бар ма? Өмір көрсетеді.